12 жасқа толған балаларға арналған. Шайырым менің шайырым, жайлау жанның жайының. Сиректеу саған қатынап, басымнан астау айыбым. Шайырым менің шайырым, қоспады жырға қайылың. Сағындым бұлақ сарынын, сағындым шынар қайыңын. Армысыз көрермен, эфирде мен туған ауыл. Өздеріңіз жаңа ғана оқылған өлеңнен қай ауылда тұрғанымызды тұспалдап қалған шығарсыздар. Біз Маңғыстау ауданы қарасты Шайыр ауылында тұрмыз. Қасымда балалар жазушысы, сазгер Ерекен Қорабаев ағамыз. Рахмет. Ерекен ағам осы ауылда өскен. Біздің мына Шайырды Маңғыстаудың Швейцариясы деп жатады ғой. Менің енді жаңа айттым ғой, әркімнің туған жері өзіне Мысыр шаһары дейді. Әр құрбақа өзінің батпағы дейді, батпағын мақтайды дейді. Бұл жөнінде мақалдар көп. Ал менің ойымша Швейцария ойнап қалады біздің Маңғыстаудың Шайырының қасында. Ой, тамаша. Мен себебі осы мына Қаратаудың тауынан басқа дым көрмейді. Тауда қой жайып, мына тауда балалығым өткен міне. Түгел осы таудың сайтасының бәрін жатқа білемін мен. Бұл ауылда менің достарым көп. Бұл ауылда менімен жаңа бір Бердіхан Әлменнің қабырында бар ғой, 27 композитор ақын өскен деп. Соның енді ең төмені мен осы ауылдағы. Иә, өзіңіздің бір өлеңіңіз де бар, иә? Бесіктегі баласына дейін өнерден еншісін алып қойған деген. Рас қой? Рас. Оны біз жаңағы бір мен көрген жерде айтып жүремін, біреулер концертке дайындалып жатады ғой, барып бірге жерлерінде. Жаңағы біреуден бастықтан сұрап алып бір әншілерді. Бізде ондай дейтін жоқ Шайырда. Көшеден ұстап алады да концертті қоя береміз. Сосын біздің ауылда бір не бар. Мысалы баласы ер жетеді ғой. Соны біреулер айтып жатады басқа жақта. Ой, баласы шыбыртқа ілініп қалыпты деп. Біз айтады, ой, біз Шайырдың баласың дейтін. Біздің бала дейді, қазір ер жетті, қазір жақсы болды, үлкен болып өсті, сахнаға шығатындай болып қалды деп. Сондай теңеумен айтады біздің ауылда. Соны ауылға келіп тұрсың әлі міне. Иә, ауылыңызға келдік, онда аға. Не көрсетесіз бізге? Бұл ауылда көрсететін де, айтатын да нәрсе көп. Бұл Қойнау дейтін тарихқа толы ауыл. Бұл жерден қашаған адам атын суарған әндеме бұлақ тұрған жерде. Мұн жерде анау тон жерде Сарой деген Жылгелді Адайдың жеті қайқысының бірі Медет Жылгелдінің қыстауы болған ан жерде. Сосын бұл жерде кімдер тұрған? Мұн жерде дәл осы міне мұны үйдің қасында СССР-дың 8 дүркін чемпионы, Европаның күміс жүлдегері Әмин ағамның үйі міне, мұн жерде, дәл мұн жерде. Әмин Тияқов ағамның үйі. Сосын енді бұл жерде айта берсек ары қарай бұл жаңа айтып отырмын ғой, шетінен бастап әр үйден бір ақын, әр үйден бір жазушы, әр үйден бір өнер адамын айтып кетуге болады да бұл мұн жерде мына Күзембай ақсақал тұрған мұна жерде. Мына телевишка бар ғой. Осыдан мен 16 жыл жұмыс істеген мына неде. Иә, Ерекен аға, жаңада біз сіздің әніңізді тыңдадық. Өзіңіз былай дейсіз. Шайырыма қайтармын, осы бір әнді айтармын. Иә. Қаңғырғазы бұлақтан көкіректі суытармын десе. Сол енді ең басында бізде сіздің көкірек суытқан жеріңізді көргіміз келеді. Бұл енді жаңа қазақтан мақал бар ғой, әулияттаған оңбас деп. Бірінші соған бару керек. Айналайын Қаратау, ей, құрағыңнан ай, қанып іштім таптаза бұлағыңнан ай. Қаңғырғазы бұлақ. Бұлақтың аталуы ана жердегі әулиемен. Қаңғырғазы әулиемен. Бір болып тұр, иә? Жоқ. Бұл бұлақтың құрамы, бұл қасиетті бұлақ. Бұның құрамында адамға керекті минералдың 90% бар. Жігіттер өзі кәдімгі лабораториядан зерттеп қарағанда. Бұл соның ар жағында бұның жаңа біздің мына үлкен ағалардан, шалдардан естігеніміз үлкен тарихы бар бұлақ. Бұл бұлақ Бекет атам өмірден өткенде осы жерде зәйтүн ағашы болған десек, сол ағаштан тамырынан қан шыққан десіп атады біреулер. Бұл негізінде Қайырбай Өтепбергенов дейтін ағамыз болды, жақында өмірден өтті, марқұм дей берсін. Сол кісі айтатын еді, бұл жерде дейтін баяғыда ерте заманда зәйтүн ағашы болған дейді. Соның ішіне жаңа талдардың арасына, бұтақтарына балдар жасырынбай ойнайды екен деп.
енді одан бері қаншама ғасыр өтті, қаншама заман өтті. Бізге қалып тұрғаны мына тек осы мына ағып жатқан бұлақ қазір. Осы бұлақтың мына ауылда жаңа 27 композитор өскен дедік қой, соның бәрі осы бұлақтан су ішкен. Сосын тағы мына ауылдың адамдарына, мына біздің Маңғыстаудың адамдары болсын, кім келеді, келіп осыдан су ішіп кетсе, құр болмайды деді сол адамдар. Құр болмайды демей екен аға? Әрине. Ал мен де ішіп жатырмын онда. Енді ертең таңертең мысалы өлең жарып баратың мүмкін Қашаған атам сияқты таңертең тұрған. Бұның басына кімдер келмеді? Баяғыда Қыдырбай Тұрмағанбетов сейіл құрып кешке кіріп әңгімелесіп отыратынбыз. Тағы ағаларымыз көмек орайып, барлығымыз келіп осының басына жүретінбіз. Бала кезімізден. Қаңғырғазы бұлағы Шайыр ауылының қақ ортасында ағып жатыр. Бекет атамыздың өмірден өткен жылмен есептейтін болсақ, бұл бұлақтың өзіне де 3 ғасырға жуық уақыт болған екен. Тоқтаусыз ағып жатыр. Дәмі, судың дәмі тұп-тұщы, мөлдір. Ауылдың ішінде бұлақтың бірнешеуі бар. Барлығы осы Қаранғазы бұлағындай үлкен емес, бірақ ауылдың ішінде әр жерден тесіп шығып ағып жатыр. Шайырдың бір ерекшелігі де осы қара жерден тесіп шығып жатқан бұлақтарында деседі. Мен есімді жинағанда осы завор бар еді мына аула. Осы жерде мына ненің совхоздың несі болды мына жерде. Ремонтный мастерской дейді ғой, жөндеу жұмыстарын жүргізетін. Қысқасы мына терезелерін қалап қойыпты ғой әрқайсысы, әркім неге пайдаланып жатқан шығар. Бұнда ескі ғимараттар, ескі нәрсе. Қайдан болсын, енді осында қалғандары осы шығар, ескі бетон бірдеңелер бар шығар. Қалғаны енді ел жаңарады, бәрі жаңарғасын, ел жаңарғасын. Бәрі жаңарады ғой енді өзіміздің заманға байланысты. Сол енді мына жерде мынау мен кім орыс тілден сабақ берген. Енді осылардан үлкен адам жоқ шығар көп. Ауылда. Бір Тауынай Шарау деген кісі болуы мүмкін, ең үлкені. Сосын Нұржігіт ағай мынау, сол қазір соның үйіне көреміз. Маған орыс тілден сабақ берген. Айналайын Қаратау, ей, құрағыңнан ай, қанып іштім таптаза. Шайыр мектебінің өзі алғаш құрылған жылы 30-31 жылы. 30-31 жылы 2 класстық, бастауыш 2 класстық бөлме болыпты. Ал кезі Шайыр мектебі негізінен Ақмыштағы жетім балаларға арналған мектептің бастауылады дейді. Сонда Шоқыр Бөлтекұлы оқыды ғой, я? Шоқыр Бөлтекұлы, Барасов, Аманғали, Тұяқ, Өлемес, Алшынбаев, Сейтқожаев, Сейсен мен Дүйсен жатып оқыған. Бұл жетім балалар мектебінің алғашқы директорлерінің бірі Байтілеуов Нұрлан екен. Шайыр мектебін салушы жаңағы Айдаш Жұмағали, сосын жердегі менің әкем Арықбай дейтін кісі, Төлеш дейтін кісі, Қорған дейтін кісі, сондай шалдар, Айсұлу дейтін кемпір, Шарқат дейтін, Қаным дейтін әйелдер балшы келеді саман кірпіштен. Содан кейін оны орнына Қожанов Әбу дейтін келген. Қожанов Әбу дейтіннің баласы болып, бізден бірге оққан қатар, ода өмірден өтіп кетті, Кәдір дейтін. Қожанов Әбу де осы жерде 4-5 жыл мектепте жұмыс жасады. Бас аяғына келе қазір осы Шайыр мектебінде 19 директор болған. 19 директор. 19 директордың ішінде енді көбірек атқарғаны кеше Оразғали Өтеулин. Көбірек атқарғаны. Қазір Тұрар Жалғасбаев атындағы Шайыр орта мектебі. Тұрардың да атағы тұр, Шайырдың да атағы тұр. Өте жақсы. 91 жылы болып отыр бұйыл құрылғанына мектептің. Иә. 91 жыл. Әр ауылдың бір өзінің киесі қасиеті болады, Мысалы, сіз отырсыз, 85 жыл осы жерден көшпей отырсыз. Осы ауылды сізді ұстап отырған не нәрсе? Мен көбіне сыртта отырмын, далада. Далада отырып, жан-жағыма тауларды қараймын, ұшып жатқан құстарды қараймын, жүріп жатқан машиналарды қараймын, сөйтіп отырамын. Ал қалада ана бір бөлмеден шығасың да төмен түсіп, төменгі бірінші этажға барып отырасың. Өтіп жатқан адамдар. Жақсы, қала мен ауыл салыстырдық қой енді. Басқа ауылдардан Шайырдың қандай ерекшелігі бар? Шайырдың басқа ауылдардан да ерекшелігі шамалы ғой. Басқа ауылдан гөрі Шайырдың ана ақындар көп шыққан, сазгерлер көп шыққан, әдебиетшілер көп шыққан деп айтады ғой енді. Шындығында да біздің ауылымыздан көп ақындар. Мынау кешегі біздің оқушымыз
сіздің оқушыңыз Ерекен ағаның мектепте оқып жүргенде, ауылда жүргенде ешқандай мына сатириктік қырынан, жазушылық қырынан бір нәрсе көрмеген жоқ па? Көрінді. Ана сатиралық журналдарды қарайды, ішінен анекдоттарды айтады. Онда ауылға келіп отқанда бір-екі анекдот тыңдап қалмаймыз ба? Анекдот емес, бұл жақында бір-екі әзіл естідім. Қадыр Мырзалиев ағамыз ғой, сол 60 жасын тойлаған ба білмеймін. Сол Жымпитыда тойлапты, ауылында өзінің Оралда. Содан кейін ақын жазушылар бәрі жиналған, шай ішеді, осындай шай ішіп жүреді. Бір-екі күн ұзақта болып кеткен шаршайды ғой, ауылға айтады. Діңкелер құрып, неде самолет тосса, бір композитор жігіт келді. Олықбек Естелбет келіпті. Қазіргі жазушылар одағының төрағасына. Одағамен бір ән шығарып едім, соған сөз жазып беріңізші. Ақын ғой енді анау. Діңкесі құрып тойдан шаршап отқан адам өлеңді қайдан шығарсын? Бірақ енді шығармаймын деп айтуға болмайды. Бірдеңе құтылып кету керек қой. Қой, Маратжан ұят болар мына. Артымызда Қадекең отыр ғой. Қадекең отырғанда сөз бастамаймыз. Қадекеңе қарай не жіберіпті? Ананы ығыстырып. Ау келіп жіберіп бір кезде Қадекеңе келіп, Қадеке солай да солай. Мен бір ән шығардым, давай сөз керек деп. Қадекең енді бір нервісі жай адам ғой. Қандай ән депті? Анау өсігінгі бір мына адамға бір ұнамсыздау нелер бар ғой, әуендер. Соның әуенімен лә-лә-лә әннің әуенін айтып берген ау деймін. Қадекең ойланып отырып алып айтады. Мынаған сөздің қажеті жоқ, осылай айта берсең қайтады. Сол бір естіген, сол Қызылордаға барды дейді. Оны маған бауыржан Халилұлы дейтін жігіт айтады. Ода осындай Қадекең бір құрдасының үйіне барған сияқты. Оған құрдас айтатын, ойпырмай немерем бар, сізден аумайды. Шашы да сіздікіндей, бойы да сіздікіндей, бірақ ана тұмсығы сіздікі құсап салбырап атқан жоқ депті. Тұмсығы нормально сіздікі құсап салбырап тұрған жоқ депті. Сонда Қадекең айтады дейді, ой саспай ертең өмірдің өзі салбыратады ғой депті. Тұмсығын ба? Сол екі бір, айта берсе көп қой, бір кішкене бір ана ұлы адамдардың өмірін алып айтып отқаным ол. Қойгезекке барғаныңызды айтыңызшы. Қойгезекке баяғы сіздің айтатыныңызды айтып күлдіріп отыр едім. Шайыр топырағында осы мына мұғалім ауылда Қойгезекке ең бірінші барған мен деп. Сонда сіз айтыпсыз сабақта, мектепте. Жалпы бүгін бірінші рет Ерекең кетті Қойгезекке. Кетерді ескертіп кетті. Жуынды, пуынды, жем дегенді көрсетпең деп айтты ертең. Тойғызып келем қойды деген ғой. Қой тойып келеді ертең. Еңбекке жарамды адамдары негізінен өндірісте қызмет етеді. Бұл жақта ауыл шаруашылығы жақсы дамыған, мал бар, дастарханнан құрт, балғаймақ, ірімшікті кездестіруге болады. Сонымен бірге міндетті түрде әр жанұяның дастарханда өріктен жасалған компот, тосап кездеседі. Өйткені мұнда өрік ағашын өсіреді, жер тасқақты болса да, осы ағаш жақсы өседі. Қалаға апарып, басқа да ауылдарға апарып, жемісін берген уақытта сатып пайдасын да көреді. Балалық шағым кешегі, даланың желі аңсары. Біз осы мектептен 3-ші мекен 4-ші болып мектеп бітірдік. Біздің алдымызда бұл мектепте Ванып Қуантқан дейтін ағамыз болды, математика ғылымдарының кандидаты. Сосын Өтебаев Молдықасым дейтін ағамыз оқыды, техника ғылымдарының кандидаты. Бәрі осы мектепте оқыған адамдар. Бұл мектепте кім оқымады? Бұл мектепте Қыдырбай Тұрмағанбетов оқыды, Сағын Нұрғожаев оқыды. Ассалаумағалейкум. Қазір жағдайы қалай ауылдың, тұрғындардың көңіл күйі? Бұл ауылда 250-дің үстінде үй бар. Енді оның санын енді мен 1000-ның үстінде адам бар ғой, енді сол елдің жағдайы жаман емес. Қазір енді осы жартысынан көбі өндірісте жұмыс жасайды. Қаражанбас, Қаламқас, басқа жақтарда. Ауыл енді мына көгал ағаш өсірілген, әр үйдің айналасында осындай мынандай өрік ағаштар, алма ағаштары бар. Шайырдың алма бағы деген бар мына бетте. Қазір енді ол алма бақтың енді су болмай қалып сол жағдайы нашарлау. Қайтадан соң қалпына келтіруге жұмыстанып жатырмыз. Халықтың жағдайы жақсы қазір. Ана жылдары 90 жаңа жылда жаңа тәуелсіздік алып бастаған уақытта мал азайып, халық жан жаққа көшіп, сондай бір жағдай болды енді. Қазір енді осы көшуде тоқтады. Халықтың саны өсіп келе жатыр.
мал да өсіп келе жатыр. Мал бас адам енді мал жаның аман ба деп амандасамыз ол қазақ болғаннан кейін. Мал басымыз өсіп, сол жағдайымыз жақсы қазір. Мектеп, балабақша барлығы бар. Бәрі де жұмыс жасап тұр. Балабақша, бүгіт бар, дом культура, мына мәдениети жұмыс жасап тұр. Негізінде мағынасы құнарлы деген мағына білдіреді шайыр деген. Сондықтан да ол ақын да шыққан, батыр да шыққан. Үштері қаман. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы. Біз Шайыр ауылының мәдениет үйіне келдік. Бұл жерде қазір халықты жинап, карантин шараларға байланысты концерт қойылмайды екен. Дегенмен онлайн концерттер әлі қойылып жатыр екен, Еркен аға. Сіз мана бір сөзіңіз айтып едіңіз, Шайырда күні-түні ән салып жатады деп. Рас екен? Иә. Құр болмайды бұл. Теріскейдің несі сияқты. Теріскей құр болмайды қонақтардан дейтін бірі шәмшінің. Осы кезінде, кеңес үкіметінің кезінде ең үлкен мәдениет үйлерінің бірі болды да, жан-жақтың үлкен жерлерден келген концерттердің бәрі осы араға келетін еді. Бұл жерде біз атақты Сәбира Майханова апайды көрдік. Ана жер анасың деп дәл осы сахнада қойды. Құман Тастанбеков ойнады, марқұм. Сосын қазір тірілерден Асанәлі Әшімов. Соның бәрі осы Шайырдың мына интернаттың ішінде, ескі интернатта солар бір апта жатып, труппа келіп. Мұхтар Әуезов атындағы драма театр бір апта жатып Шайырда спектакль болған. Соның артынан бұл жерде кім келді? Тағы да Құрманғазы атындағы оркестр келді. Құрманғазы атындағы оркестрдің дирижері осы мына мен сен отырған жерде отырды. Шамон Қажығалиев дейтін ағамыз. Сонысын Торғайдың спектакльдерге жаңа нелер, әртүрлі драматургтар, Тахауи Ақлановтың, Қалтай Мұхамеджановтың солардың спектакльдерін қойып. Сосын жаңа өзбектің режиссерінің қойған, мен әлі есімде келіндер көтерілісі деген ұмытып қалдым режиссердің атын. Соны қойғанда осы жерде көп таныс кәдімгі біз көріп жүрген актерлер ойнады осы жерде. Осы сахнада. Сосын осы жерде Асанәлі Әшімовтің бір киносының тұсаукесері болды. Ол енді әріректе, одан кейін бері жақтың жайлап өсіп келе берсек, өзімізге қарай жайлап жылжысақ, бұл жерде мына сахнада, дәл осы сахнада халық театрын ойнап, жігіттер, ішінде мен ойнадым, мына Нұрияда ойнады. Енді мұнларға соңғы тоқымдары ойнап отқан, бізден кейін осы біздің жалғастырып отқан ауылдың өнерпаздары көп болатын, анау Рашид дейтін ағамыз болды, Нұртілеу. Сосын соның келіншегі Аймаш. Бәрі іштерде оқу жоқ, бірақ журналист от Бога деген сендердегі сияқты ғой. Құдайдан берілген, аржанда оқымысты кәдім Құдайдан оқып туған актерлер болды. Сол Орынғали Бекбосын дей берсін, осы жерде, тіпті осы жерде котельщик болып жүріп, осы театрдың директорына дейін көтерілді. Масқара өнер иелері болды. Сосын тағын бұл айта берсек, одан әрі бір еректе Сынабаев оңбасын дейін суырып салма ақындары болды, ертеректе болды. Содан бері келе Қорғанып Нұрсұлтан деген күйші жігіт болды, ертерек марқұм болып кетті ол. Сосын менің қожаң құрдасым болды, бұл күні кешеге дейін осы Домпутарада жүрді, мәдениет үйінде. Орынбасар Тәжиев деген жігіт болды. Мен деп жан-жаққа ұялмай көрсетуге болатын сондай өнер саңлақтары болды біздің ауылда. Енді мәдениет үйінің өзі, басшысының өзі отыр. Осы кісіден қазіргі жағдайды сұрайық. Еркен аға, сіз осыған дейінгінің барлығын айтып отырсыз ғой енді. Қазір жағдайы қалай өнердің? Ол 27 композитор шыққан ауылдан тағы композиторлар шыға ма? Бұл Шайырдан көптеген өнерпаздар шыққан. Ол қасиет осы Шайырдың суымен, топырағымен берілген деп айтса болады. Себебі көп жерде айтады, сіздің ауылда әнші де, ақын да, жыршы да бар деп. Сол біздің шындығында барлығы осы мәдениет үйінен өніп өсіп кетті десе болады. Осы сахнада барлығы ән айтып, қазір өз жолдарын өнерден нан тауып жеп жүрген балаларымыз бар. Енді қазіргі уақытта осы ізін жалғастырып жүрген біздің әншілеріміз бар. Гүлжайна Жолдыбаева, дәстүрлі әнші, Кенжегүл Арықбаева. Ағайдың жалпы репертуарында көптеген әндер бар ғой. Оны бүкіл Маңғыстау елі біледі, себебі республикаға танымал болып айтылып жүрген әндер бар. Бір әнін орындап берсе деймін, ағай келгенде.
Шалғайым, шалғайым, көңілімнің балғайыма. Ауылыңыздың таудың баурайында отырмыз ғой енді. Сіздің бір өлеңіңізде біздің ауыл жағалай тепсенеді, тепсен исін көңілім көксереді деген жолдар бар. Сол тепсен, осы тепсен ғой, Иә, осы тепсен деп жүргеніміз осы манадан бергі. Жаңа әндегі айтылғанда екі жолдар. Бұл әуелден әндерді кездестіру, халық әндерінде бар ана. Кімнің Досымжан Таңатаровтың айтатыны құралай отырсын жайды сұрамай, айдап салдым жылқымды тепсен жерге. Сендей адам табылмас, ексемдей жерге құралайды. Соны айтып жүрген осы тепсеннің бәрі, сол мана тепсен. Біз бала күнімізде осы тепсенде жатып доп ойнайтын біз. Тон жақта жатып, соны қашпада ойнап, соны ескі интернаттың қасында интернаттың балалары алқасы екі бетінен жатып алып, емтиханға сабаққа дайындалатын еді. Осының үстіне. Кілемнің қажеті жоқ, жата бересің, өзі алға алып, жақсы. Жазда салқын болады, қыста келмейсің ғой, дұрыс. Қозылағың жаясың осы жерге. Сол тепсен дейтін осы біздің ауылдың бағана бір байлығы. Қозылақ жайылатын жерге. Сосын бұның бір жақсы енді жаңағы мынаны осыны керітіп алып басқа жерге үйдің қасына орната беруге де болады, көгал жасап та. Кәдімгі қалалықтардың газон деп егіп жүр. Газонның осы газоны табиғи түрі. Осыны барып қалаға егіп қойсаң, осы газон болып шыға келеді. Бір шалдар айтатын осы таудың астында мұхит бар деп, осы мұхиттың асты осы шайырдың асты Қарадуғаннан осы жерге дейін бәленбай мың бұлақ бар. Фонтан бар тіпті су болып, өзен болып ағып жатқан. Тепсеніңізге келіп отырып, ауылыңызды көріп отырып, бір толқып бізге өлең оқып беріңіздер екен аға. Мына жерде нар дейтін бұлағы бар, мына жерде міне. Дәл осы жерде міне, тек анарда. Сол ескі тоған дейтін өлең бар. Жиылған қар суынан, тау суынан, жиылған нар бұлақтың бал суынан, есімде етектегі ескі тоған, шілдеде шырқыраған жан суынған. Біздерге базарледі тау осман, құрбаққа құрылайтын қопасынан. Жол өтер жалғыз аяқ одан әрі бағына тілегеннің жотасынан. Осы жерде бәрі осы мына өлең қосқан жерлердің бәрі осы арада міне. Нардың төрткіл дейді, сонау нардың фонтаным дейді. Нардың фонтаны деп қойып жүрген біз ғой, нардың бұлағы дейді негізінде. Бұл дейтін бір таусылмайтын бұлақ бар осы жерде. Талғаттың шалқымалысы осы жерде туды ма? Талғаттың шалқымалысы шыққан уақытта мен шайырда жүрмін, 20 жыл бұрын. Сол уақытта келіп бізге, ол ақтауда жүр. Одан 5-6 жыл бұрын қорқып шығара алмай жүрдім дейді. Біреуге ұқсап кетті ма, бірдеңе қылды ма? Жаңағы детеді ғой, ол уақытта кішкене арият бар ғой адамдарда. Ұмтылып жығылмайды ол уақытта. Соның ішінде талғат ұмтылып жығылмайды. Жер қозғалмаса қозғалмайды, жүре беретін еді ғой. Сол осы Қыдырбай Тырналы, мына жерде Қыдырбайдың, мына жерде Қауынбай деген ағасы тұрды, марқұм мына жерде қайтты дүниеден. Соның сарайында Қыдырбай Тырналарды шығарып, маған тыңдатқан мына ән қалай деп. Гүлдерді толтырып етегіне деген бар ғой. Көктемнің ілесіп жетегіне деп. Соны осы жерде баянмен тартып маған естіртіп, мәз болғанбыз. Ол бір ән дейтін бір тарих қой. Сол ән мысалы енді қазір бүткіл Қазақстан айтып жүрген жоқ қой. Сол мына Қауынбайдың ескі сарайында шыққан ән. Осы жерде. Ең бірінші тыңдарман сіз болдыңыз? Иә, маған ол уақытта жаңа бір-бірімізге тыңдатамыз ғой сөйтіп. Қадекан маған тыңдатты, сосын бір мен сені сөйлем сағындым дейтін әні бар. Бексалан орындайтын еді. Сол әнде екі оны осы жерде шығарды. Әлі есімде мен. Ерекен аға, ауылдан 2-3 шақырым ғана жол жүріп келіп тұрмыз ғой, енді сіз Саройға келіп тұрсыз бізді, иә? Бұл жерде бір тарихи орын деп есептейсіз. Солай ма?
осы жерде Жылгелдінің қыстауы болды деседі, шаруаның жайымен отырған шығар енді. Мына жерде фонтан береді, ол мына толдың бойы жағалай болақ қой, содан мал жаны үшін отырған да осы жерде. Сосын тонау 40 кесірі ол Қашекемнің мәңгі қоныс тапқан жері, мәңгілік бақиғат барған жері. Ассалаумағалейкумдер. Ал Еркен аға. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер ауылға. Сау болдыңыз. Не хабар? Іштерің аман ғой? Аманшылық, ауылдамыз. Ал жол болсын, қайда барасың? Ой, ауыл арасы сол. Жүрген. Екі ауылдың арасы жол қылып. Ал енді сен ақын керек деп едің ғой, міне? Тағы ма? Жолдан ұстап аламыз деп едіңіз бана? Айттым ғой, шайырдың үлі көшеден ұстап айта бересің деп келген адам. Оқышы бір өлеңді өзің кәдімгі. Беріктен оқы, өзіңнен оқы айтып. Онда дәл қазір есіме түспей тұр енді. Берік ағамыздың өлеңін оқып тұрайын. Жолатпағың келсегер жаныңа кір, табиғаттың көркіне табына біл. Шайыр деген ауыл бар Маңғыстаудың, сұлулығын айқындар тағы да бір. Шайырға кел, шағында бағы піскен, бір ғанибет суынан қанып ішкен, күре жолға көз тіккен кейуанадай, сандықтасым қарсалар сағынышпен. Тас бұлағы, танымсыз шертеді өлең, таңмен бірге оянып, ертеменен ауыл жатар, Қаратау құшағында ару қыздай әкеге еркелеген. Күмбезіне шағылтып таң қарайды, отпан тауым алыстан паң қарайды. Жарқын жандар алдыңнан құшақ жаяр, жақынсың ба, жатсың ба таңдамайды. Жер жәннаты, жанымның мәңгі өлеңі, алма бағым ерекше сән береді. Қолың боста құмартып қыдырып қайт, терек сай, ұлыбау әндемені. Шайырға кел, көруге шер қаланы, шежірелер осында ең бағалы. Жалған тауым, жұп-жұмыр жаратылыс, жауынгердей күзеткен кең даланы. Самал сайдан ескенде тау самалы, көңіл толқып, қайыптай ән салады. Айдай сұлу адайдың ақ бөбегі, ақымыштан мұңайып қарсалады. Бау бақшасын, тауларын, сайында көр, сұлулығын сол кезде пайымдар ел. Көк теңізден көзіңіз жалыққанда, шабыт іздеп ағайын шайырға кел. Ой, тамаша, Ерекен аға. Сапырып тұрған желді айтшы, тынып қалған. Аман жоқтыңда. Рахмет саған көп. Шайырыма қайдармын, осынау әнді айдармын, аңғырығаз бұлақтарда. Көкіректі судармын. Алдындері, біздің ауылға көрдің, жақсыны көрмек үшін деген, жаңа бір елдің аузына тастамай жүрген ауыл ғой бұл. Біздің ауыл деп жаңа енді бір менің кішкентайымна бір кішкентайлау деңгейімді көп көтеріп, елге ерекше көрсетіп басқан. Рахмет, елдің жақсыларымен кездестік, ағалармен кездестік, барымызды айттық. Соған риза боласың. Біздің ауыл осы енді өзің көрген. Ерекен аға, ауылымыз өте әдемі екен, тамаша тарихы бар екен. Көп-көп рахмет айтамыз. Ауылыңыздың түтіні түсі ұша берсін, ауылыңыз кеңейіп өсе берсін. Құрметті көрермен, біз Маңғыстау ауданына қарасты Шайыр ауылында болдық. Сіздің де ауылыңызға барамыз. Бізді күтіңіз.